Амансыздар ма халқым, жұлдызды ақиқатқа қош келдіңіздер. Сөзді бастамас бұрын подписаны басып, комментарияны жазып, тіркеліп, қоңыраушаны шала кетіңіздер. Ал ендеше өзіміздің шындығымызды айтайық. Әлеуметтік желіде отандық эстрада жұлдыз Қайрат Нұртастың Фетфилу деген лақап атымен танымал Жеңіс Омарұлының кеудесінен итерген жайлы әнші мен блогер арасындағы кикілжің кезекті түсірілім барысында болса да керек. Өнер иесімен сөйлесіп келісімге келуге тырысып жатқан блогер «Қайреке, мен сізге жақсы айтып жатырмын ғой» деп еді. Қайрат барынша Жеңісті итеріп жіберді. Екі ер азаматтың арасындағы дау ушығып кетпес үшін білгісіз ер адам блогердің сабырға шақырып оларды ажыратып әлек болды. Алайда Қайрат Нұртас пен Жеңіс Омардың арасындағы кикілжіңге не себеп болғанын әзірге белгісіз. Осы уақытқа дейінгі миллиондаған тыңдарман жинап, көпшілікке көзайым болып айналып, танымал болғаны үшін хит болып, бұл әрекеті жұртқа жақпай қалды. Тәкаппарлық болмау керек. Қайрат халықтың арқасында жұлдыз болып жүргеніне шүкіршілік айту керек. Және де менсінбейтіні кісілігі. Қайрат мал ғой деп пікір қалдырған желілердегі. Ал сіздерге осы бейне жазба ұнаса, комментария жазып, қоңыраушаны шала түріп кетіңіздер.